Ләйла үйге шаршап келді. Ол тағы да бос бөтелкелер шашылған үстелді көріп, терең дем алды. Кешкі ауысымнан кейін шаршаған әйел күйеуін көрмей тұрып-ақ оның тағы ішіп алғанын түсінді. Бұл күнделікті қайталанып жүрген жағдай еді. Диванда жатқан күйеуін көргенде жүрегі мұздап сала берді. Қайрат оның жолдасы, бұрын жомарт, мейірімді еді. Бірақ соңғы жылдар араққа құмар болып, басқа адамға айналды. «Қайрат, тұр!» деді Ләйла үнсіз, бірақ ашулы дауыспен. Дегенмен күйеу қозғалған жоқ. Ләйла терезеге қарап өз өмірін ойлады. Бұл үйге келін болып түскен кездегі армандары есіне түсті. Жанұясы жайлы, бақытты өмір болатынына сенген еді. Ал қазір оны тек бөтелкелер мен үнсіз түндер қарсы алады. Ол күйеуінің иығынан сілкіп, «Қайрат, ояншы!» деп дауыстады. Бірақ жауап болмады. Оның басына күмән келді. Бұлай өмір сүре алам ба? Осы ойдан кейін көзіне жас үйірілді. Бір сәтке ол бәрін тастап, бұл үйден кетуді армандады. Бірақ қайда барады? Бұл үйде оның орны бар, ал сыртта не күтіп тұрғанын білмейді. Ләйла күйеуінің ұйқыдан тұрмайтынын түсініп, басқа бөлмеде жатқан қайнысы Ерасылға жүгінді. Бәлкім, ол көмектесер деген ой келді. Ерасыл бөлмесінде ұйықтап жатқан еді. Оның тыныш жүзін көргенде Ләйла еріксіз күлімсіреді. Қайнысы әрдайым салмақты, жылы мінезімен ерекшеленетін. Ол күйеуіне қарағанда әлде қайда сенімді адам сияқты көрінді. «Ерасыл!» деп оның иығынан ақырын түртті. Бірақ ол қозғалмады. Ләйла оны тағы түртті, бірақ еш нәтиже болмады. Ақыр соңында оның қолынан тартып тұрғызуға тырысты. Сол сәтте күтпеген жағдай орын алды. Ерасыл ұйқылы ояу, кенеттен Ләйланың қолын өзіне тартып, оны жақынырақ жатқызды. Ләйла еш қарсылық білдірмеді. Керісінше, бұл жақындық оған ыңғайлы әрі жылы көрінді. Оның жүрегі лүпілдеп соқты. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. «Жеңге, тыныш болыңыз, демалыңыз», деді Ерасыл жұмсақ даусымен. Бұл сәт Ләйланың өмірінде бірінші рет пайда болған шатасу мен ренішті ұмыттырды. Ол бұл әрекеттің дұрыс еместігін түсінсе де, осы жақындықты қимай, қайнысының бетіне қарап күлімсіреп қойды. Келесі күні таң атқанда Ләйла өз ісіне ұялып, өзін кінәлі сезінді. Бірақ оның жүрегінде басқа бір сезім ұялаған еді. Ол Ерасылдың жанында өзін қауіпсіз сезінгенін мойындады. Күйеу Қайрат әрқашан оған салқын, көңілсіз қарайтын, ал қайнысы болса оған нәзіктік пен мейірімділік көрсетті. Ол таңғы ас дайындап жүріп, Ерасылдың бөлмесіне көз тастады. Іште оның не ойлайтынын білгісі келді. Бірақ жас жігіт ештеңе білдірмегендей өзін ұстады. «Ерасыл, таңғы ас дайын», деді Ләйла дауыстап. Оның даусы шыққанда Ерасыл бөлмесінен шығып күлімсіреп, «Рахмет, жеңге, сізге де дайындап берейін бе?» деп әзілдеді. Ләйла еріксіз күліп жіберді. Оның жүрегінде күмән сейіліп,
бұл әзіл мен нәзіктік оны өмірдің ауыртпалығынан айырды. Кешке жақын Ерасыл Ләйләні жалғыз кездестіріп, «Жеңге, сізге шынымен көмегім керек пе? Кеше сізді мазаладым ба?» деп сұрады. Бұл сөздер Ләйләнің жүрегін одан әрі тереңдетіп жіберді. Ол жас жігіттің шын көңілін көріп, оның мұндай сезімін пайдаланғысы келмегенімен, іштей оны өзіне жақын тартты. Олардың арасында үнсіздік орнады. Бірақ бұл үнсіздік көп нәрсені білдірді. Ерасыл бір қадам жасап, оның қолын ұстап, көзіне тіке қарады. Ләйлә үшін бұл сәт шешуші еді. Ол қайнысына өз жүрегіндегі реніш пен күйеуінің өзіне немқұрайлы қарауын ашып айтты. Бірақ ол бұл әрекеттің қате екенін түсінді. «Мен бұл үйдің келінімін, қате жасамауым керек» деп ойлады. Дегенмен Ерасылдың жақындығы оған жұбаныш беріп, өзін қайтадан өмірге келгендей сезінді. Ол қайнысына қарап, «Ерасыл, біз дұрыс істеуіміз керек, бұл дұрыс емес» деді. Ерасыл үнсіз бас изеді. Бірақ оның көзінен Ләйләға деген шынайы сезімнің белгісі көрінді. Олар сол күні бұл шекараны бұзбауға шешім қабылдады. Бірақ Ләйләнің жүрегінде жаңа сұрақ пайда болды. Шынайы бақытты табу үшін не істеуім керек? Ләйләға не істеу керек? Өз ақыл-ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Және менің арнама жазылуды ұмытпаңыз.